Қарақалпақ халқы Орта Азия аймағында ертеден-ақ халық болып қалыптасып, арал бойларын Қола арал, Сырдария һәм Әмударияның төменгі шағаларын мекен еткен. Қарақалпақ дәстіп һәр ұлыс бөлек-бөлек жасаған пайытларда бұл ұлыстардың һәр бірінің өз туы, өз таңбасы һәм ұраны болған. Бұл бүгінгі біздің мемлекетіміздің байрағы, гербі һәм гимніне үлес келеді. Міне 1991 жылы Қарақалпақстан қажетсіздігін алғаннан кейін оның нышанлары, байрағы, гербі, гимні болу керек деген мәселе Қарақалпақстан зиялыларының алдында мәселе болып тұрды. Осы бойынша біздің художниклерімізде көп жұмыслар істеді. Сол 92 жылы жарым жыл давамында художниклерімізге көріп таңдау дейміз, конкурс жарияланды. Осы байрақ бойынша, герб бойынша. Міне осы конкурсқа көп художниклеріміз өзлерінің эскизлерін, жойбарларын алып келді. Біз көргізбе сарайымызда бұлардың көргізбесін шөлкемлестірдік. Хәтті ұзақ Башқұртстан, Татарстан, Россиядан да эскизлер, жойбарлар келді. Міне сөйтіп жоғары кеңестің депутатлары, Қарақалпақстан зиялылары осы герб байрағымыздың көргізбесіне келіп, ең ішінде біреуін таңлап ала алмады. Себебі бұлардың біреуінде бір нәрсе жетіспесе, екіншісінде және бір нәрсе жетіспейді, реңдейілі дұрыс табылмаған деп, кейін үш художниктің жұмысын белгілеп өтті. Бұлар Қарақалпақстан халық художнигі Өндірберді Мұратов еді, жас художник Гүлнара Ембергенова һәм менің өзімнің жұмысымды осы герб байрақ бойынша эскизлерімді үш художниктігінде осыдан алуға болады деген олар жұмаққа келді. Кейін біздер үш художник байрағымыздың эскизлерін тынбай күн-түні істедік. Һәм 1992 жылы Қарақалпақстан Республикасы жоғары кеңесінің 11 сессиясында 14 декабрь күні осы сессияға эскизлерімізді қойдық. Осы сессияда депутатлар барлық осы үш художник сызған эскизлерді көріп шығып, ішінде сол менің эскизіме келіп тоқтады. Һәм соны бір ауыздан мақұлдап, дауыс беріп, соны қабыл етті. Сол күні, сол 14 декабрь күні тарихта бірінші мәрте Қарақалпақстан өз байрағына ие болды. Бір халықтың, мемлекеттің гимнін жарату, әлбетте бір жағынан үйретуші авторлар үшін бір қуанышлы болса, екінші жағынан оғада не дейміз, бір жауапкерлі вазифа болып есептелінеді. Бұл гимн әлбетте бұл әрбір мемлекеттің ұраны, оның байрағы, гербі, гимні бұл сол мемлекеттің, республиканың ұраны болып есептелінеді. Гимнді үйретуде үлкен жүдә бір мемлекеттік тапсырмалар болды. Ибраһим аға Юсуф әміңізге белгілі мына халқымыздың мақтанышы, классик, тірі классик шайырымыз Ибраһим ағаның сөзіне гимнді үйретуге әрекет еттім. Бұл гимніміз 93 жылы үлкен конкурс жарияланды. Конкурсқа бір 25-30-ға шамалас шығармалар түсті. Соның ішінен бірінші, екінші, үшінші орынды алып, үш шығарма үшінші турға өтіп 94 жылы
мемлекет екенлігінің нышаны болып табылады. Қарақалпақстан Республикасының мемлекеттік байрағы 1992 жылы 14 декабрьде жоғары кеңесінің 11 сессиясында қабыл етілген. Қарақалпақстан Республикасының мемлекеттік байрағы аспан көк, тойғын сары һәм жасыл реңлерден ибарат болып, ортасындағы сары реңлі бөлекті ақ һәм қызыл жолақлар ажыратып тұрады. Байрақтағы аспан көк реңі бахар жасылығының һәм өмір дерегі судың мәңгі нышаны болып табылады. Ал сары реңі бөлігі болса, Қарақалпақстан аймағының көпшілік бөлімін сахрадан ибарат екенлігін һәм біздің халқымыз әйемен тап осы сахрада жасағанлығын һәм сахра перзенті екенлігінің нышаны болып табылады. Ал байрақтағы жасыл рең болса, бахар жаңалануының, рухи жасаруының, сенімнің һәм қуаныштың нышаны болып табылады. Байрақтағы ярмай тымсалы мұсылмандардың мұқаддес тымсалы болып табылады. 5 жұлдыздың тымсалы болса, Қарақалпақстанның әйемгі һәм науқыран 5 қаласының Қарақалпақстанлардың тұрмыс һәм сенім қорғанларының нышаны болып табылады. Қарақалпақстан Республикасының мемлекеттік гербі 1993 жылы 9 апрельде Қарақалпақстан Республикасы жоғары кеңесінің 12 шақырып 12 сессиясында оның мемлекеттік гербі тастиқланды. Қарақалпақстан Республикасының мемлекеттік гербі домалақ көрінісі берілген болып, оның оң тарапында сал масақтары, ал шет тарапында болса пахта ханаларының суреттері сәулеленген. Масақтар бұл ырысқы несібет тымсалы, молшылықтың белгісі. Ал ақ пақпақта болса, Қарақалпақстан атын дүниеге танытқан бейбақа байлығымыз болып есептеледі. Гербтің төменгі бөлігінде лентаға Қарақалпақстан Республикасының байрағын тәріптейтұғын лентаға Қарақалпақстан сөзі жазылған. Ал гербтің орайында болса, бақтам еркілік тымсалы болған құмай құс қанатларын кең жайып тұрыпты. Құмай құстың артында Амудария һәм Аралдың тымсалы болған дария һәм теңіз суреті сәулеленген. Оның қасында болса, жасыл отлақлардың суреті бұл табиғатымыздың жасаруының, жаңалығының белгісі болып табылады. Оның жұқарысында Шылпық қорғанның, яғни халқымыздың мәдени тарихы ұзақ-ұзақларға барып тоқталса да, хәмеше науқыран екенлігін аңғартатын қорған суреті салынған. Ал оның жұқарысында енді ғана шығып кетірген құяш, бұл мемлекетіміздің бархана жолы ашық болуын, құяшты өлке екенлігін білдіреді. 1993 жыл 14 декабрьде Қарақалпақстан Республикасы жоғары кеңесі 12 шақырып 14 сессиясында Қарақалпақстан Республикасының конституция киіміне қабыл қылынды. Бұны жазған Өзбекстан қаһарманы, Өзбекстан һәм Қарақалпақстан халық шайыры Ибраим Юсупов жазған. Оның намасын композитор Нәжмади Мұхаммади жазған.
Мәмлекет байрағы һәм оның белгісі бүгінгі Қарақалпақстан көлемінде әйемгі пайда болған мәмлекетлер менен тарихи байланыслы екендігін аңғартады һәм республикамыздың милли мәдени дәстүрлерін өзіне жамлестірген. Байрақ біздің миллилігіміз, мәмлекетшілігіміздің белгісі. Республикамыздың жетістіктері менен табыстары осы байрақ астына жәмленген.